Hello friends, how is it going? Now let's begin today's lesson. The theme of the new lesson, our world. Open your book on page 106. Қайырлы күн балалар, бүгінгі тақырыбымыз біздің әлем деп аталады. Ол үшін кітабымыздың 106 бетін ашамыз. Бүгін біз бүкіл әлем бойыншағы әлемнің ақпаратын өзімізге жинайтын боламыз. Сол үшін менімен бірге болыңыздар. Now let's do exercise 28, listen and read. Оқимыз және тыңдаймыз. Dmitry Balandin is a famous swimmer from Kazakhstan. He can swim really well. He has a gold medal from the 2016 Olympics in Rio de Janeiro. Дмитрий Баландин бұл Қазақстаннан шыққан өте керемет жүзуші. Ол керемет жүзеді және оның 2016 жылғы Рио де Жанейро қаласында болған Олимпиададан алтын медалі бар, балалар. Осы спортшыны есімізде сақтап аламыз. Next, this is Kelly Slater. He is from the USA. Kelly can surf really well. Kelly is also famous from the popular American TV program Baywatch. Бұл Келли Слейтер, ол Америка құрама штаттарынан, ол өте керемет серфинг жасай алады. Ол өзінің танымал болды америкалық TV бағдарламасына Baywatch деген бағдарлама арқылы атақты болды дейді. Енді осы Келли Слейтерді да есімізде сақтаймыз, өйткені келесі жаттығуда бізге қажет болады. Next, Ilya Zakharov is a famous diver from Russia. He can dive really well. He has a gold medal from the 2012 Olympics in London. Look at the Ilya in the picture. He's diving. He's fantastic. Илья Захаров Россиядан шыққан өте керемет сүңгуші. Ол өте керемет сүңгиді және 2012 жылғы Лондонда болған Олимпиададан алтын медалі бар, алтын жүлдегер. Және де Ильяға, суреттегі Ильяға қарайықшы, өте керемет жүзуші. Ол өте ғажап дейді. Next exercise 29, read and match. Яғни 29 жаттығуға қарасақ, бізге сәйкестендіру жұмысы берілген. Сол сәйкестендіру жұмысының дұрыс нұсқасын сіздерге қалдырдым. Осыны жазып аламыз және де бүгінгі өткен спортшыларды есімізде жақсылап сақтап аламыз. Дмитрий Баландин, Келли Слейтер and Илья Захаров. Балалар, бүгінгі сабақ сіздерге ұнаса, лайк басуды, коммент қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар.